Бека, сен общага кіре берсей, сушник алып шығасың ай мен магазинде. Болды нағаш. Давай. Насой бар ма аға? Не дейсің? Насой. Насой? 18 болмасын? Папама еді? Папама дейсің ба? Қолыңды көр. Насой жайлап қой. Бер шық. Тез, бол. Ой, Насыбайға ола. Кәдімгі бір террорист сағанда істеп кетті ғой. Одан да анау халықтың ақшасын жеп отқандарды ұстамай ма? Ай, қайран қазағым ай. Оппо! Мынауың кім? Адам студент еді. Бізбен бірге оқиды ғой. Бұл біздің студенттерге ұқсамайды. Райым бекасында надайылсыңдар, туысқандарын тартып ала бер. Қаншама қыз жігіттер же общага таппай. Еш сөзді білмеймін, шығыңдар тез. Братан? Ешқандай братан сыраттан шық бол деймін. Тез шығыңдар бол. Шық. Шық. Болды, кетіп берейін. Естейміз. Алада боламыз. Сен де сәл нағаш қылсаң болады ғой. Енді өздерің есік құлтап қоймайсыңдар ма? Енді біз бәрін әлі? Енді мен бәрін әлі бәріне сонда? Не болды нағаш? Нағаш деген сайын. Кезінде далада тентіреп жүрген жеріңде общаға кіргізген жоқпын ба? Жақсылық жасайсың бе? Міндетті ма конкретно? Рахметің жоқ адам екенсің. Кезінде түрмеден шыққан ағаңызға мен көмектескем. Бека, ағаматтың тегізбе конкретно. Енді көрмеген сен болсын, Бека. Қатысың жоқ па араласпашы. Шынымен не істейміз енді? Не істейміз, далада боламыз. Далаға болған кредитті өтіп кететін болмаға шағымыз. Қашан қызығын көрейін. Сөйлесіп көреміз, кіргізетін жар. Қазғанда біреу маған ақша беру керек еді. Мен сол жаққа барып кетейін. Соңында бәрібір бір өзің қаламын десе я. Келсеңші, көмектесіп жіберейін да. Келсеңші. Қайда онда тұрасыз? Алдыңызда. Қай жердің қазағы болдың қарындасым? Кәдімгі подкатты жасайын. Қырықта мужик құсағайын өте түсі ма? Сен осы жерде тұрасың ба өзі? Жоқ, туысқандарым тоқ еткен ғой. Сон балаларына қарауға келіп. Рахмет аға. Оның заттары. Не алайын мен, қайта берейін бе? Кірің шашып кетіңіз. Бәсе сөйтсем. Не отырасың өздеріңде бәрі дұрыс па? Саламалейкум. Уалейкум салам. Кел. Ю. Братан, алдап жүрсің ғой мен аңсардың ағасы екенсің. Бере ақшаны. Сен бала сөзге түсінбегенсің ау деймін, ә? Жүрсің. Сөйтіп сол далада қалдым. Онда ертеңге дейін біздің үйіне қонақ тұрсаңшы. Қой ол, ұят болған, қайтып қонамын сен үйіне. Шынымен ұят я. Жаймен кете берсеңші. Кете берейін ба? Ойнаватырмын. Сен қыз мазын қадыр жібердің ғой. Сен конкретно айтсаң, қонамын ба, қонамайын ба үйіне? Жоқ, бүгінше қона тұрыңыз. Бар онда төсек сала екеумізге. Екеумізге? Өзіңізге жеке сап берем. Ұялмайсыз ба? Әзілдеп отырып, не болды сонша скандал шығарып? Сенен әшін ақшаны сұрап жатырмын мені.
Брадан сондай болды, короче. Ала неғып істейсіңдер? Неғып тыныш жүрмейсіңдер? Танимын ол балдарды. Бірақ ойнайтын балдар емес, постоянно тірліктегі балдар затпен жүреді. Бля, братан, дұрыс емес олар. Дұрыс емес болса да мейлінше төбелеспеуге, қырылыспауға тырысыңдар. Или денсаулық керек емес па? Денсаулық керек емес болса барыңдар, қырылыңдар. Денсаулық керек болса сөзбен шешіп кетуге тырысыңдар. Сосын вообще мені араластырмаңдар. Мен сен үшін нөмірін берейін қазір. Но ол балдар мені білсе ұят болады қазір. Баяғыда бір темада болғанбыз. Түсіндің ба? Болды. Жазып ал мені. Сегіз. Мына төрт жотық тағамыз ғой, Че там? Не үшін ұрып жердің? Жігіттер, молчать не начнете так. Любое время. Өзіне сұрақ. Не үшін келді? Не үшін кетті? Адрестен қателеспесің ғой. Любой кезде ұрып жүреді. Көшедегі жеңіл жүрсіз қызмет сендерге. Надо пошло ғой. Бәріңді ғой. Сейчас, не бальтик поставим.